Тауышпен қоштасу кешіне жиналып отырсыздар. Қадамдарыңыз құтты болсын. Балаларыңыз осыдан 4 жыл бұрын мектеп табалдырығын жүрексіне аттап, кішкене балдырған еді. Енді бойлары да, ойлары да өсіп, бастауышта білім алып, аяқтап орта буынға өткелі тұр. Талаптарына нұр жаусын деп, мерекемізді бастауға рұқсат етіңіздер. 4-ші Г сыныбын ортамызға шақырамыз. Бастаушым бағым шағын сұрам, басыма сағынай құрамын. Кір кішкентай тағдай болып кіріп, бүгін міне тағдай болып шығамыз. Құрметті ұстаздар, қымбатты ата-аналар, бүгін біз үшін ерекше күн. Себебі бүгін білімнің бастауы болған бастауыш сыныбымызбен қоштасуға отырмыз. Бұл қоштасу сәбилікпен қоштасу, негізгі орта бала кезбен достасу, түрлі ұстаздар сабақ берер кезеңде озат үздік атануға жол табу. Олай болса 4-кі сыныбының қимастық пен қуанышқа толы атанды. Бала шақтан болашаққа атты кешімізді ашық деп жариялаймыз. Құрметті ата-аналар, қонақтар, бүгінгі бастауышпен қоштасу салтанатына бізге ақ жол тілеп, жүрекжарды лебізін білдіру үшін сөз кезегі мектеп директорына Шонкина Индира Сынсынбайқызына береміз. Қарсы алыңыздар. Осы мерекелік сәтте мектебіміздің оқу жөніндегі орынбасары, білікті басшы, шәкірттердің білім жолындағы бағыт берушісі Реймова Гүлжамал Әсенбаевнаға сөз беріледі. Қошеметпен қарсы алайық. Құрметті қонақтар, біз жайлы жақынырақ білгіміз келе ме? Ендеше өзіміз жайлы біраз мағлұматтар айтып өтсек артық болмас деп ойлаймыз. Біз 1-ші сыныпқа 2022 жылы 1-ші қыркүйекте қабылдандық. Біз 4-ші сыныпты 24 оқушы бітіргелі отырмыз. Оның 13-ші ұл, 11-і қыз. 4 жыл еңбек. 4 жыл еңбек дегеніміз, ауыл дегеніміз. 2904 сағат, 102 сынып сағаты. 4 жылда алдымен 600 қоңырау соғылды. 2413 шуға бұрынғы өдірістер. 6660 жапсағанбыз. Жүздеген ережелер жаттап, жүздеген есеппен және мысалдар шешілді. Көптеген сайыстарға қатысып, қоржынымыз алғыс хаттарға толықты. Беріштер мен қуаныштар, қызықты оқиғалар. Біздің сынып оқушылар көңілді болып жүрді. Көңілді өнерлі болды. Ал ендеше өнерімізді тамашалаңыздар. Бастауышты шақырмаған жыр бар ма? Бастауышты айталмаған сын бар ма? Бастауышты алған білім жылдар азық болар, әрі талай жылдар алды келесіге сен тәсімен келейік. Ұстазым ордай Мұратбек Жасбек және сынып оқушылары. Baba,
Адам өміріндегі ең қымбат жанның бірі ұстаз екен. Өйткені шәкіртінің көкірек көзін ашып дүниетанын кеңейтіп, қиялға қанат қақтырады. Дұрыс айтасың Қаржал, ұстаз еңбегі ұлы еңбек. Сондықтан да ұлы ақын абайдың ақырын жүріп анықпас, еңбегі кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға деп айтуында терең мән жатыр. Олай болса келесі өлең жолдан ұстаздарымызға арнаймыз. Ұжымды бастап жүретін, басшысын мектептің, қыр сырын нақты білетін, директор бұл мектептің. Мектебіміздің директоры Индира Сисібайқызына мың алғыс. Құжаттар үшін жауап береді, әр сынып туралы бәрін біледі. Олар оқуменен тәрбиені басқарады, барлық сыныптарды бақыланады. Біздің мектебіміздің оқушы жөніндегі орынбасары Бижамал Әсембаеваға мың алғыс. Біз ең алғаш мектеп тағдырына аттаған кезден бастап 4 жыл бойы басымызда сипат қалам ұстатып партаға тізіліп отыруды үйреткен Лаура Өтепбайқызының жаңа еңбек жырына бас иеміз. Келесі кезекте Мұқан Сұрат пен Ақылбай Жәнібек орында Ақбұлақ күйін қабыл алыңыздар.
әліппені ашқызып, әріптерін үйреткен, қалам алып қолыма жазуды да үйреткен. Ағылшын тілін білген оғасан зор талабы, әрқашанда жақын қабағы. Дана апайын әрбір берген сабағы мәңгі есінде қалады. Thank you, teacher, for being so nice, kind and good. We like so much teachers with care if you could. Спасибо, меня учился писать, читать телевизор, актуально, что телевизор. Вы все нам... Еңбек етсең ерінбе, жалқаулыққа жеңілме, спорттан жемісін түйіп алған көңілге, сауапты өмір жалтымен өз-өзіңді тәрбиеле. Ең баста айтарым, қиындыққа жеңілме деп үйреткен ұстазымыз Асуан ағайға мың алғыс. Монитор пемлекетті созылбасы, өрмеледі өркетасы, бүгінгі бізді жайқанда заманымызға, Маржан апаймен, Салтан апайыма мың алғыс. Ән салғызып билетіп, нотаны да үйретіп, жаулап алды жүректі, ән мен күйге бөлетіп. Халқыда бізді дайындады, әр бізге қарайлап, Фарида апай тұрады, көзінде күндей нұр ойнап. Олай болса, келесі аяулы ұстаздарымызға арнап ән шырқайық. Баштауыш қосасы орындайтын 4-ші сыныбы. Ана барлық өмірдің бастауы әр жанға жарық өмір сыйлайды, өсіреді, тәрбиелейді. Адам бойындағы барлық асыл қасиет ананың ақ сүтінен дариды. Барлық жамандығымызды жасырып, жақсылығымызды асырып жүретін біздің ата-анамыз. Иә,
қуанышымыз бен жеңісімізге ортақ болған, бізбен бірге уайымдаған ата-ана, олар бізге дүниедегі ең жақын қадірлі адамдар. Құрметті қонақтар, біз сіздерге алғысымызды білдіре отырып, келесі өлең жолдарын өздеріңізге арнаймыз. Маған бөлген уақыттың үші жылы сөздермен, ақ сүттің үші түнде де жылап, оянып, ұйқымды қиып тынбаған үшін. Рахмет ана, балам бес мені сүйген үшін, мені шоғылға киген үшін, жарығым жан алдымын деп, сол бір сөздерім үшін. Әрқашан мен қатты болған үшін, балам деп мені қорғаған үшін, әр кезген еңгітін уақытында арнаған үшін. Рахмет ана, арналған шексіз махаббаттың үші, мейіріммен шапағаттың үшін, жылы жұмсақ маған ана болуым деп мені атаған үшін. Әкемнің бұлағы, жүрегім өршіс нағышыға, әкем барда еркек қыздың әрқашан, әкем менің ең гүлі бұлағы. Менің анам ең ғажап адам, мен оның сенер достарым, мен анамдай ана болсам арманым жоқ, менің анам сайрап тұрған сары жоқ. Әке мен ана орындайын төртінші сыныбы.
да бізге саналман, сізде адам дүниеде көп болсын, баланың бақыты үшін жаралған. Сіз екінші анамсыз тілегін ұр, кеудеңізде жақсылық тілегі тұр. Сізде жанның білдірген қолдауымен жанымды жадыратып жүреді жүр. Білім жолын бастадым ұстазбенен, қасиетті киелі ұғым ұстаз деген жүрегімді ойып тұр, орын алуы басым деймін ұстазға алғыспен. Ұстаздарға ешбір жазып жетпейді, ұстаз мәңгі есімнен кетпейді, білім беріп өмірге жеткіз, ұстаз мәңгі есімнен кетпейді. Ұстаздарға қошын басы үйресінде болған ақшасын керексінен де келемін. Ең аяулы есім ғой ұстаз деген, бар тіршілігі бағыты ұстаз менен, ұстазы жеткізгенше мұратына білімізде лапылдап жана берем. Ендігі кезекті құдаша қыз бейне берсек. Бұрыл 2026 жыл түркі сыныбының балдырғандары. Бастауыш сатыдағы орта буынға қабылдансын, қабылданбас бұрын ант берілсін. Бастауышты қызықты көңілге мәңгі естен шығармауға ант етеміз. Әліппе ұстатқан алғашқы ұстаздың еңбегін мақтауға ант етеміз. Орта буында оқитын басқа пәндерден қорықпауға ант етеміз. Бастауыш хатшылығын атына кір келтірмеуге ант етеміз. Ант етеміз, ант етеміз, ант етеміз. Осыдан 4 жыл бұрын біз 6 жастағы сәби балалар сөмкемізді зорға көтеріп, мектеп табалдырығын жасқана аттаған едік. Енді міне самғай өте шыққан 4 жыл ішінде біздің ұстаз адамның сауатты тәрбиелеп, өнегелі азамат етіп шығарды. Бастаушым бал бұлағым, арқа қалған байлығым, артта қалған балған балалық, аралада естеліктеріңізге көк сасақ, шуағын түпке 4 жыл белгілігін тамашалаңыздар. Келесі кезекте сыныбымыздың ұл қыздарының вальспен тамашалаңыздар. Summers and winters, through snowy Decembers,
қимай тұрмын орындайтын әрқай ризат. Thank you.
бере жатканы сынып жетекчиси ретинде буюрса алдағы уақытта бірге жұмыс жасаймыз. Менің оқушыларға деген, яғни оқудағы мақсатым өзімнің балалардың тек қана білім алып қоймай, дамуы, яғни жоғарғы өмірге деген қалай өзін-өзі ұстайды, сол жайлы үйрету балаларға. Яғни сіздер болып, біздер болып бірлесіп жұмыс жасап, ынтымақтастық арта берсін. Алдағы уақытта жұмыс жасаймыз. Сол. Есімім Камила. Ата-аналар олай болса, біздер балаларға винеткасын берейік. Алипай келіңіздер. Бимырза Али. Ержан Амеля. Апай, мына жаққа шығыңыз. Адыл Айымбек. Абдулмаза Али. Азабек Беков. Мухат Мурат. Ашқар Аян. Жансемин. Қараға Жанерке. Абдулғапар Айзере. Елес Аяну. Галхан. Ағеке. Ержол. Мадияр. Жанерке. Мунтаз. Бибарс.